Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, учащиеся 5 классов. Начинаем урок казахского языка. Продолжаем тему «Поющие барханы». Әнші құм тақырыбын жалғастырамыз. Повторяем новые слова. Жаңа сөздерді қайталайық. Төбе, вершина. Желсіз, безветренно. Жаңбырлы, дождливо. На прошлых уроках мы с вами запомнили есте сақта. Жел қатты соққанда құм дыбыс шығарып ән айтады. Жаңбыр жауса құм дыбыс шығармайды. Повторили тему число имен существительных, единственное и множественное число. Зат есім жекеше және көпше түрде болады. Бір зат болса, ол жекеше, көп зат болса, көпше. Мысалы, бір гүл, жекеше. Үш гүл, ол зат есімнің көпше түрі. Көптік жалғаумен таныстық. Познакомились с окончаниями множественного числа. Қазақ тілінде жекеше түрдегі тұрған зат есімге ларлер, дардер, тартер жалғауын жалғау арқылы зат есімнің көпше түрі пайда болады. Мысалы, қорық, қорықтар, қорықшы, қорықшылар, жер, жерлер, саябақ, саябақтар. Өткен жолғы әнші құм сөз жұмбағының жауаптарын қарап салыстырыңыздар. Перед вами ответы домашнего задания кроссворд әнші құм. Сравните свои ответы с правильными. Ал енді оқулықтың 109 бетіндегі 5-ші тапсырмаға қараймыз. 109 страница, 5 задание. Сөйлемдерді аяқтап жаз. Закончите предложение. Первое предложение. Құмның, әнші құм аталуының өз сыры. Секрет названия песков поющими барханами – это... Смотрим в тексте. Второе предложение. Жел соққан кезде ұсақ құм төмен қарай. Когда дует ветер, мелкие частицы песка, что делают вниз? Тоже ответ смотрим в тексте. Осы кезде сырнайдың даусына ұқсас әдемі әуен құлаққа. В этот момент звук, похожий на мелодию гармонии, что делает? Тоже смотрим ответ в тексте. Ал жел қатты соқса, ол үн реактивті ұшақтың даусына. А когда ветер сильно дует, эта мелодия становится звук реактивного самолета. И 5 предложение. Жел соққан сайын құм түрін өзгертіп. Чем больше дует ветер, тем пески изменяют свое. Ответы смотрим в тексте. 5 задание выполняем в тетради. Открываем тетрадь, записываем сегодняшнее число, 5-ші тапсырма, и записываем 5 предложений, которые нужно закончить. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.